Неге құрметті достар, келесі эфирімізге де қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода продуктовый магазинді азық-түлік дүкенін талқылайтын боламыз және әртүрлі қызықты оқиғалармен бөлісетін болады. Бақтияр мырза, ендеше кеттік. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Енді неге продуктыдан бастадық? Өйткені қазір бәріне керек нәрсе ол продукт. Бір, екінші, сосын қазір мысалы кішкене ақшасы бар адам продуктовый магазин ашқысы келеді. Но бірақ бұл жерде үлкен қателіктер бар. Продуктовый магазиннен бір магазинмен сіздер байи алмайсыздар. Вот осы жерде негізі бір көрсеткім келіп жатыр да. Егер де ол даже продуктовый магазинмен байығыңыз келе ме, онда уже үлкен сұрақтар бар да бұл жерде. Мысалға. Негізі осы жерде көбісі ойлайды ғой. Біреу аз деп жатсыз да. Минимум қанша болу керек? Төртеу болу керек. Анау біреуінің өзін жартып алайық деген ой, значит қате ғой. Қате, иә. Біреуін жарытпай жатып, төртеуіне кір болу. Вообще косякқа кіріп кетпей ма? Енді осы жерде ғой, мысалға бірінші, мысалға 3 ай бойы өз ақшасын өзіне құясын да компания. Сосын 3 айдан кейін просто хотя бы біз андай финансы оқудың қажеті жоқ та, грамотно ақшаны екіге бөлуді үйренуіміз керек та. Средний наценка бар, мысалға товардың ақшасы бар, үстіндегі ақша бар. Біз не істейміз, үстіндегі ақшаны бизнеске құя береміз ғой. Осы жерде ғой үлкен қателік. Мысалға ақшада ғой сұрақ. Сұрақ ақшада. Ең соңында мысалға біз қорқамыз неге? Өйткені магазинді біз әйелімізбен немесе күйеуімізбен бастаймыз. Сосын ана жаққа қандай адам аламыз дейміз, ол не деген сөз, біз адамға сенбейміз да. Енді не үшін сенбейміз? Өйткені бізді ешкім алдамайды да. Біз өзіміз алданып қала береміз да. Яғни не? Біз сондай ситуация создавать етеміз. Иә, мен осындай мықты бір кейс деп айтайын шешкен жоқпыз нәрсені. Бір әпкеміз магазинде бар. Барлығын қойып қойды ана умат деймін, автоматизациясын. Не үшін сатушы алмайсыз деген бірақ сұраққа екі жауап береді. Біріншісі мен сияқты сатпайды дейді, екіншісі ол левый жасауы мүмкін дейді. Өзіміз отыра берейік деп. Күйеуімен әдемі болып отыр. Енді әдемі болғанда қатты әдемі болып та отырмайды да ол жерде. Алғашқы 3 жыл отыра береді, одан кейін шаршайды ғой. Шаршайды. Мысалға менде болды, Алматыда бір кейс болды, именно продуктымен. Әйелі, 2 баласы, күйеуі, 4-еуі жүр. Жаңағы адамға сенбейді, алдайтпен өмір сүріп жатты. Әр адамды охранник сияқты қарауылдап жүр да. Енді мен соның ішіне кіріп разбор жасаған кезде 4-еуіне компания, мысалға обороты 180 миллион компания обороты бар. 180 миллион бір айда. Қалтасына мысалға түсетін ақша жоқ та, минус 500 мың теңге айына. Ол ойлап жатыр да, якобы сотрудникті мен контрольдасам, мен ешкім ұрламайды деп. Мен просто контрольдап тұрған сотрудникмен қосып алып берген кезде ол минусқа кіріп кетті да компания 500 мың теңге. Минус айына 500 мың теңге. Ол мысалға айтады да. Сізге разборға келетін кезде минус 500 мыңға кіріп отыр. Иә. Ол мен просто мысалға менде де бірнеше услуга бар ғой енді. Мен бір услугамның бір түрі ол көзін ашып беру. Енді әрі қарай ол біржасы екіншісі мысалға анау айтады ғой. Оны мен былай келтіремін да, ақыл айтқан ең оңайы деймін да. Бірақ енді сол айтқан ақылыңды істеп беру ол үлкен сұрақ та. Екіншісі мен істеп беремін да бар. Сонаны бар бір күнге мен разбор жасап аналитика жасаған кезде шыққан тема да. Енді мысалға 170-180 миллион обороты бар да. Ертең даже элементарный налог кірсе құлап қалады да компания. Иә, сондай көп жағдайда менде бағанағы сіз айтып жатқандай тура сондай семья бар. И және бағана айтып жатқан әпкемнің несі бар да. Шынымен бір плюсқа шыға алмай жатады и определенный уақытта склад толып тұрады. Полный, иә. Иә. Бұл осыдан 5 жыл бұрын кірген заттар әлі тұратын кездер болады. Иә, шаңдап. Иә. Не үшін алып қойыңыз сіз? Анау сол кезде айтқаным, 2 миллионға алатын болсаң, 4 бутылка не береміз деген нәрсе айтты да. Иә. Сол ғой. Бағана айтқаным сол да, мысалға продуктовый магазиннің неге 4 магазин ашу керек? Осы жерде тоқталу керек да, мысалға. Қараңыз, мысалы Coca-Cola'ға барасыз, Coca-Cola айтады сізге, менімен жұмыс істеу үшін бір алғанда сен 700-800 мыңға зат ал дейді да. Енді 700-800 мыңға зат аласыз ғой. Сіз әкелесіз магазиніңізге қойсаңыз, именно Coca-Cola'ны сіз ол 1 ай сатасыз, 2 ай сатасыз. Енді ол екарда екіншісі макарон келеді. Айтады, мен тоже 500 мыңға зат ал дейді. Шемішкі май келеді, шемішкі май тұрады айтады, маған 1,5 миллионға зат ал дейді да. И тұрады жұмыртқа келеді айтады, маған там 300 мыңға зат. Акарашка келеді 800 мыңға. Енді осының барлығын әкелесің, сен складқа үйесің да. Өйткені бірақ магазин ғой. Бағана айтып отқан сияқты ғой, мысалға қойманың синониміне ешнәрсе қоймауымыз керек та. Енді істеуіміз керек біз онда қоймайтын болсақ. Оны витринаға шығаруымыз керек та. Менде осыған ұқсайтын бір 1001 ұсақпен айналысатын компания болды. Осы компаниясынан келсем, мынандай складтың мынандай бір бұрышында коробка жатыр да. Осылай төбесін жаңбыр жауған, шіріп кеткен сыртына коробкалар. Мен айтамын, мынау не десем, посуда дейді да. Мен айтамын, мына посуданың келгеніне қанша болды десем, 4 жыл болды дейді. Мына неге сатпай жатырсыңдар, ол өтпейді дейді. Мен тұрдым да алдым, мынандай столды ортаға қойдым да, үстіне скатерть жаптым да. Давайте мынаны жоғарысына шығарайық. Сөйтіп төбесін жасайық, акция деп жасалайық. Сенесіз ба? 4 жыл өтпей тұрған 4 миллион теңгенің товары 3 күнде өтіп кетті да. Неге? Өйткені
олар қоймаға тығып тастаған ғой. Оказывается, ол просто анау бұрынғы бұған дейін жұмыс істеген қыз посудамен айналысқан екен, ол посуданы жақсы көрген екен да. Ал енді екінші бала келді де ол посуданы жеп көреді, ол сантехникамен айналысып кеткен ғой. Сол сияқты магазиннің ішінде де сіз мысалға чем қойманың ішіне былай үйіп тастағаннан гөрі 4-5 магазин қойып тастағаныңыз 1000 есе артық та. Ал енді мақұл бәрінде қазір мынаны ести салып 4 магазин аша салатын мүмкіндік жоқ қой. Бір магазиннің өзінде қандай әрекеттер жасау керек табысқа шығу үшін? Енді бір магазиннің өзінде мен сіздерге былай айтар едім да, мысалға ол жерде сауданы мықты қылып көтеру ғой. Сұрақ мықты қылып көтеру сауданы. Ал енді сауданы көтеру үшін іштегі ассортиментті көбейтудің қажеті жоқ. Лучше услуга көбейту керек та. Ол қалай болады? Мысалға магазиніңіз бар, магазиніңіз алдында қазір жазғы күн ба, мороженейдің несін қойсаңыз. 10 адам мороженое келді ме, 2 адам ішіне кіріп зат алады. Немесе мысалға магазиніңізде мына бір топкасына алыңыз да, кәдімгі тандыр нан істей салыңыз. Бір өзбекті әкеліп. Ол отдельный бизнес та негізі. Мысалға там өзбектер бір қаптан есептейді да, мысалы бір күнде 15-20 қап ұн сатады. А былайынша 15-20 қаптан бір қаптан там 5-6 мың теңге егесіне қалады да. Мысалға алыңызда бір бұрышына магазин нені қойсаңыз, нанның анау пешін қойсаңыз 150 мың теңге. Чем ассортиментіңізді көбейткенше. Нанның пешінде нан пісіріледі. Нан пісіріледі. Кәдімгі тандыр нан бар, өзбектердің тандыр наны ше. Соны пісірте бересің да уже. Тандыр нан пісіре бересің. Оған бір особо не керек жоқ та, қырған ақша керек жоқ. Сен лучше ана, мысалы біздегі сол қателік осы жерде ғой, товарға тыға береді да оны. Ал енді товарға тыға берген сайын ол өтеді деген гарантия жоқ. Лучше сіз адамды потокқа шақыруға тырыңыз да, потокқа. Сол кезде сөйтіп ана жерде мысалға нанға келген адам сүт алып кетеді, мороженеге келген адам чипс алып кетеді, кола алып кетеді деген сияқты ғой. Немесе болмаса былай алыңыз да, мысалы магазиннің астында су бар ғой кәдімгі, фильтр су. Қазір адамдар краннан су ішпейді ғой, фильтрден алады. Мысалға енді анау нені күтіп жүргенше олар 5 литр баклажкамен түседі да, су ала салады. То есть біз магазиннің іші мен сыртын адамды сыртына жинай беруіміз керек. Даже элементарный нәрсе, мысалға Каспийдің банкоматына келіп қойып қойыңыз да, бірдеңе алып сөйлесіп. Банкоматына миллион адам келеді ғой. Вот сондай нәрселерді істеу керек та. Магазинде чем жаңағыдай астатын көбейтіп, ассортиментті көбейте бергеннен гөрі оның сыртындағы басқа да услугасын көбейткен дұрыс. Біріншіден ол арзан түседі, екіншіден ол қайтадан дополнительный ақша келеді да сізге. Осындай нәрселерді коллаборация деп аталады ғой бұл. Былайша бір сөзбен айтқанда. Ал бағанағы бірінші мәселеге келетін болсақ, значит, не үшін ол 1,5 миллионға жұмыртқа алды дейді, 300 мыңға окорочка алды дейді, сол кезде ол арзанырақ түседі. Иә. Әйтпесе былай да ала беруге болады. Бірақ қымбатқа түседі, маржасы аз болып қалады. Маржасы аз болып қалады. 4 магазин ашсаң, сонда оптом ала аласыз да, сіз уже мысалға бірден 4 магазинге таратқан кезде 3 күн сайын зат аласыз. Келесі зат алуыңызға ақша болады да сіз. Сосын тағы бір нәрсе бар. Мысалға көп магазиннің қазіргі қателігі мысалға СПК дейді, жаңағы Байқоңыр нелер бар да, әлеуметтік магазиндердің продуктысын 19 продуктысын алғысы келеді да. Вот сол жерде мысалға көп қателік сол жерде кетеді. Неге? Мысалға әлеуметтік магазин алады да, сізге қарызға тастап кетеді затты. Өтсін, өтпесін, шірісін, шірмесін, ақшасын алып кетеді үш күннен кейін. Кассовый разрыв болады да сізде. Осы жерде тоже әлеуметтік магазинге қаттырақ жолаудың қажеті жоқ та, именно зат алуға. Да, арзан ол жерде. Но алатын болсаң, онда лучше наличка алуға тырысу керек. Осындай нәрселер бар. Мысалға магазиндерде. Енді бұл жерде сізге айтарым, мысалға басқа 2-3 магазин ашуды қорықпаңыз да. Неге? Просто сіз ақшаны күнде 2-ге бөліп, затты керек затты ғана әкеліп отырсаңыз көп емес. Неге адам ұрлайды? Переизбыток тұрады да мынарада. Мынарада 5 түйір сүт, 10 түйір семіз қоймай тұрса ешкім ұрламайды оны. Біз мысалға мұнараға неге бір қоямыз да, складқа үйіп тастаймыз ғой бір майшаны. Сосын ол адам былай қарайды ғой, біздің сотрудниктер болды. Бізде де сондай болды да. Осыған күні қарап тұрма деген сияқты нәрсемен аласың да. Келесінде бір сүтті апаратқан кезде, осыған күні қарап тұрған жоқ оның дейді. Өйткені оның көзімен ол автомат мынарда көп зат тұр деген сөз да. Көп зат бар жерде, значит не? Ұрлық бар да. Анау японецтер совет үкіметі кезінде, перестройка кезінде не басталды? Құрылыстар басталды ғой, масштабны. Ал японецтердің көздері банкі болғанда, но қалай құрылыс бастап кеткен барып үйренейік деген ғой. Яқта да разруха болды, басқа болды. Сөйтіп келіп бәрін зерттеп жазып алып, болды әдем, біз де осыны құрастырамыз, тек бір-ақ нәрсені алып тастаймыз деп ше. Сол кезде олар складты алып тастапты. Сол ғой, қойма. Келеді де сразу құрастырып кететіндей дұрыс икигаймен не дейді? Не барады ғой ана. Жаңағы немен қойып тастайды ғой олар, лин технологиямен қойып тастайды. Или кайдзенмен қойып тастайды. Келген күйінде сразу құрастырып кете береді екен да. Иә. Даже мысалға қазір 800 ба завод жұмыс жасайды екен да Toyotаға. Бір машинаға бір коробка зат келе ма, бір түйір болт артық қалмайды да. Неге өйтіп істеп қойған? Егер де бір болт артық қалса, значит ана машинада брак бар деген сөз да. Қайтадан шашып ана болттың ізін табады. Сол кезде качество кетпейді. Тура осы нені магазинге қоятын болсақ, тауар келесі салып, прилавкадан өтіп кетіп жатса, таратылу керек та. Онда ол жақта ұрлық та жоқ, артық остатка да жоқ, ақшаңда айналымда болып жатыр. Күнде
ақшаны есептейсің, товарың уже бүгін 10 әкелдің, 5-еу өтті, 5-еудің ақшасын санау оп-оңай. Ревизияң дұрыс жасалады да. Магазинде ревиз жасау үшін 3 күнге жабады да. Глупость ол негізі. А магазинде 10 минутта не жасауға болады? Ревиз жасауға бола ма? 10 минутта? Егер товардың дұрыс келіп тұрса. Неге құрметті достар, егер де магазинде бар таныстарыңыз бар болса, міндетті түрде осы видеоны жіберіңіз. Тура бағанағыдай семьясымен кіріп, әлі плюсқа шыға алмай, таныстарыңыз болса міндетті түрде жіберіңіз. Кассовый разрыв не үшін болады магазинде? Біз магазин ашқан кезде мына нәрсеге бірінші кассовый разрыв, біз ойлаймыз, қазір поставщиктің холодильнигін аламыз дейміз да. Ол бір 100 000 теңге тұрады. OLX-тен алсаңыз 60-70 сомға табасыз да. Сол холодильникке поддавать етеміз да. Мысалы, Coca-Cola'ның холодильнигін әкелді ма, ол айтады, мына холодильникте менің ғана затым тұрады дейді. Бүкіл ассортиментін тығып кетеді. Ол ассортимент саған бесплатно тықпайды ғой, ақша. Яғни өтпейтін товардың ақшасын сен ана холодильникке бола алданып төлейсің да. Сен жылдап уже ана холодильникке бола просто қалтаңда ақшаң бәрі кетіп жатады. Ол біріншісі, холодильник алмай лучше өз холодильнигіңізді қойып тастаңыз да. Екінші, ыңғайы келсе, лучше сіз бар майшамен бар базардан барып алып келсеңіз де, бірінші кезде наличка жұмыс істеңіз да. Наличка. Сол кезде сіз уже бұл наличка жұмыс істеудің плюсы қандай? Холодильник пен наличканың екеуі үшінші сұрақты бірден жауады да, қандай? Ассортимент. Мысалға сіз қараңыз, ассортиментті көбейтпейсіз да. Не істейсіз? Өзіңізге керегін ғана келіп қоясыз. Уже осы нәрсе кетті ме үшеуі? Төртіншісі, сіз күнде ақшаны екіге бөліңіз. Мысалы, бүгін сізде 300 000 теңге сауда болды ма? 10% наценкіңіз бар ма? 30 000 теңгесін былай алып тастаңыз да. 270 000 теңгесін қайтадан затқа салыңыз. Ол жерде не пайда болады? Уже ана 30 000 теңгені алған кезде сіз уже мынау 270 000-ға басыңыз жұмыс істетесіз да, керек нәрсені ғана алып бастайсыз да. Біз не істейміз, бүгін келген ақшаның бәрін салып жібереміз ғой, не қарай. И сол жерде кассовый разрыв болады. Еще маңдай оқиға болады. Кіріп қалсаң, бана танысың магазинге, бере тұршы 500 000 теңге. Ертең беремін деп товарым өткеннен кейін ше. Қалай сен есеп жоқ па деймін да, ол. Сол ғой. Көрдіңіз ба, уже мына анау ақшаны қышып берген кезде, сіз уже ана келген адамға айтасыз, братан, менде ақша жоқ. Немесе осының артынан тағы 4-ші пункт шығады, сіз уже біреуге қарызға бермейсіз да. Осы нәрселерді енді қараңыз да, мысалға, сіз қорықпаңыз. Мысалға, магазинде товар өтпей қалады деп. Магазинде товар өтеді, егер де дополнительный тағы да басқаларда жоқ функциялар болса, ол не жаңа бағана айтқан сияқты пекарный қоса салыңыз. Пекарный бір қымбат емес мысалға. Су қоя салыңыз, су диспансеріне фильтр қоя салыңыз. Ол да қымбат емес. Одан бөлек мысалы мороженое қоя салыңыз деген сияқты. Біреулер жаңағыдай кішкентай балаға бір нәрсе қойып тастасаңыз да болады мысалға. Или даже ана жерге бір мынандай не қойыңыз да, выпечка қоя салыңыз. Пирожки, мережки деген сияқты. Яғни бұл жерде айтайын деп жатқаным, ақшамен қай күн дос боласыз магазинде. Сол күннен бастап сіздің қалтаңызда кассовый разрыв азая бастайды ғой. Әдемі. Келесі қандай тақырып қозғағанын қалайсыздар? Комментарияға жаза кетіңіздер. Кімнің көп сұрағы бір комментарияда шоғырланатын болса, келесі видеоларда сол тақырыпты қозғайтын боламыз. Барлық любой компанияңыз. Разница жоқ. Неге құрметті достар, аман болыңыздар, сау болыңыздар, және міндетті түрде мәлімет пайдалы болса, лайк қойыңыздар, өйткені ол сіздердің лайктарыңыз ары қарай біздің видеоларымызда тоқтамай шығып отыруына шаптандырады. Келесі видео кездескенше аман болыңыздар. Сау болып тұрыңыздар. Сау болыңыздар. Еш нәрседен қорықпаңыз, сенің қамқоршың бар.